Барлықтарыңызға сәлем. Қазір мен қалай компьютермен, қандай программамен сканер жасаймыз документтерімізді және оны Word немесе PDF форматта сақтаймыз, сол туралы айтатын боламын. Ол үшін бізге NAPS 2 деген, NAPS 2 деген программа қажет болатын. Осылай жасаңыздар, кез келген браузерға осылай шығады. Және мына жерде мысалы download дегеніміз скачать, немесе мына жақта тұр скачать деген. Басамыз және оны скачать етіп, өзіміздің компьютерімізға немесе ноутбугымызға сақтаймыз. Мысалы мына жерде для Windows бар, әртүрлі программаларға бар. Мен Windows болғаннан кейін Windowsқа скачать етемін. Скачать етіліп жатыр. Қазір ашып оны установка жасап аламыз. Одан кейін кез келген документіңізді, құжатыңызды сканерден өткізе бересіз. Және айта кететін бір жайт бар, принтеріңізде, яғни сіздің принтеріңізде сканер болуы қажет. Қазір скачать етілді. Ашып, мен қазір бұны установка жасаймын. Міне бірінші осындай үй ашық шығады. Да дегенді басамыз. Окей. Және мынаны я принимаю дегенді басамыз. Условия соглашения. Далее. Баса береміз. Установить. Мына установка болып жатыр. Яғни бұл программамыз біздің компьютер немесе ноутбугымызға установка болып жатыр деген сөз. Міне скачать етіліп, яғни загрузка жасалып болды. Енді завершить. Завершить еткенін басқаннан кейін мына көріп тұрғандарыңыздай компьютеріңіз перезагрузка болады. Осылай перезагрузка болады. Компьютеріңіз перезагрузка жасалып болды. Мен загрузканың ішіне кіріп бұл программаны ашамын. Болды, установка жасалып болды. Завершить. Міне бізде программамыз ашылды. Ендігі кезекте бізге жасап керек нәрсе принтерімізға керек құжатымызды қою. Мен сізге қалай қойып жатырмын қазір көрсетемін. Менде мысалы осындай принтер, мен просто принтерға, мына қазір осы құжатты, сертификатымды просто ішіне қоямын. Принтердан ешнәрсе басудың қажеті жоқ. Тек қана принтеріңіз компьютерға жалғанған болса болды, қосулы болса болды. Осылай тек принтерға керек құжатыңызды просто так қоясыз. Және мына жерде программаның өзінде сканировать деген жер бар. Сол жерде сканировать дегенді басасыз. Осы жерде менде қате болып шығып тұрған нәрсе выбор сканера деген бар. Яғни қай сканерді қолданасыз, соны таңдау керек болады. Ол үшін мен осы жердегі окошкадан выбор сканерін таңдадым және өзімнің принтерімнің, яғни сканердің атын таңдадым. Ары қарай жұмыс жүре береді. Сканерімде жүріп жатыр. Мына менің документім осы жерге келді. Мысалы, бұл енді қараңыз, теріс тұрып қалған, бұны просто айналдырамын, повернуть. Например, влево, сосын қайтадан тағы да влево. Дұрыс тұрды енді. Енді тағы да басқа құжатты осы барлығын бір папкаға сақтау керек болса, тағы да сканировать етіп, осы жерге жасайсыз. Немесе осы бір ғана документ қажет болса сізге, онда мысалы мұны PDF форматта немесе осы жерден сразу печать етіп алсаңыз болады. Например, изображение, яғни фото түрінде сақтап алуға болады. Мен мысалы қазір осыны PDF форматта сақтап алуым қажет. Осыны басамын, сохранить PDF дегенді. Қай жерге сақталу керек шығады. Например, мен документы деген жерге сақтағым келеді. Имя файла, например, сертификат деп жазамын. Және сохранить дегенді басамын. Болды, менің құжатым PDF форматта документы деген өзімнің таңдаған папкамның ішінде сақталды. Осылай кез келген құжатыңызды сканерден өткізе аласыз.